Ассалаумағалейкум армағазақ, арнамызға қош келдіңіз. Демалыс күндері ауа райы қандай болады? Синоптиктер 21-23 наурыз күндерге арналған ауа райы болжамы қалай болатынын айтты деп хабарлайды ulsmedia.kz порталы. 20 наурыз ауа райы қалай болады? Алдағы 3 тәулікте ауа райы қандай болады? Бұған толығырақ жауап береміз. Кейбір күндері еліміздің солтүстігінде және оңтүстік бөлігінде антициклондық фронттардың өтуіне байланысты жауын-шашын болып жел күшейеді, ал елдің оңтүстігінде негізгі сағаттар найзағай болады. Республика бойынша тұман мен көктайғақ болады. Қалған аумақтарда жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі. Күндіз ауа температурасы батыс өңірлерде +12, +17, Маңғыстау облысында +18, +23, солтүстік және республиканың орталық бөлігінде +3, +8 градус шамасында. Ұлытау облысында +15, +20 градусқа дейін, шығыста +5, +15 градусқа дейін, оңтүстікте +20, 25 градус, оңтүстік шығыста +15, +23 градусқа дейін көтеріледі. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау саламат болыңыз.